Мен қалаға көшіп келіп, ең арзан пәтерлердің бірін жалға алдым. Және де менің жұмысым кеш аяқталатын болған соң, үйге келе салысымен бірден төсекке жаттым. Бірақ сағат түнгі 2 болған кезінде мені бір нәрсе оятты. Менің үстімде тұратын көршім түнімен тақылдатып шықты. Мен еш ұйықтай алмадым, және де бұл оқиға келесі түні деп қайталанды. Мен осы оқиғаға байланысты таңертең көршімнің үйіне барып мән-жайды сұрастыруды шештім. Есікті бір сүйкімді әже ашты, және де ол мені бірден үйіне кіргізді. Ол маған тоқаш пен чай ұсынды, және де мен одан бас тарта алмадым. Бірақ мен тоқаш жеу барысында қатты қақалып қалдым. Кеудемді бір-екі рет ұрып қалған кезде жеңіліп қалдым. Бірақ қайтып бара жатқан кезімде әлгі оқиға туралы әжемен сөйлеспегенім есіме түсті. Түнде сол оқиға тағы қайталанды. Таңертең ашулы күйде көршіге баруды шештім, және де оның есігін ұзақ уақыт тоқылдатып тұрдым. Осылай тұрған кезімде оған қарама-қарсы пәтерде тұратын ата есігін ашты. Сен бала не істеп бұл жерде? Мен астыңғы пәтерде тұрамын, және де осы үйдегі апа түнімен тақылдатып маза бермейді. Сондықтан мен апамен сөйлесу үшін осы жерде тұрмын. Сен не, шынсың ба? Бұл пәтерде ешкім тұрмайды ғой. 3 жыл бұрын бұл жерде бір апа тұрғандығын. Бірақ та ол апа тоқаш жеу барысында қатты қақалып қайтыс болған деседі. Мен бұл үйден шай іштім. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Мен осы оқиғадан кейін далаға шығып таза ауа жұтып тұруды жөн көрдім. Және де мен сол апаның үйінің терезесіне қарап тұрдым. Бір сәтте оның елесі терезеден тіке маған қарап тұрған еді.